Тарихи манипуляция деген қандай, Шыңғыс хан мен жошы туралы талай аңыздарады. Шешеңді меркіт зорлаған, бойыңда жаттың қаны бар деп, қаған маңына жуытпаған, өзі өлтірткен дегенде жорамал сан айтылды. Қытай жылнамашысы жазған, орыс ғалымдары бұрмалаған мәліметтерді сапырып, сан қазақ ғалымы, тарихқа әуес адамдар түрлі дүние жазып та, айтып та тастады. Ал Шыңғыс хан көз жұмған 20 жыл ғана өткенде туып, хан ұрпағына қызмет еткен. Оның ұлдары мен немере шөбересін көзбен көрген Рашид ад-Дин Жамағит ат-Тарауихта басқаша айтады. Шыңғыс ханның үйін тонаған кезде оның жошыға жүкті болған әйелін оң ханның алдына жібереді. Себебі ол кезде меркіт пен оң ханның ортасында бейбітшілік орнаған еді. Оның Шыңғыс ханның әкесімен әуелден достығы болғандықтан, ал оны Шыңғыс ханды ұлым деп айтқандықтан, оң хан ол ханымды өз келіні сияқты ұстап, оған таза адалдық пен мейірім көзімен қарады. Жамағит ат-Тарауих кітабының 72-ші бетінде. Байқап отырсаңыздар, бұл осы күні түрлі кітапқа жазылып, фильмдерге түсіріліп жатқан сюжетке мүлдем ұқсамайды. Хан әйелін бас салып зорлайтын, жабайылық көшпенді мәдениетіне жат екенін дәлелдейтін осы нұсқа көңілге қонатындай. Серік Әбікенұлы, оқыған Ғалбият Нұрзат.